Hi, how are you? Today we learn about plural noun. Бүгін сіздермен зат есімнің көпше түрі туралы үйренетін боламыз. Яғни ағылшын тілінде көптік жалғау s жалғауы. Мысалы, олай болса бастайық. Ағылшын тілінде көптік жалғау ол s жалғау болып табылады. Мысалы, it сөзін алайық. Бір it, one dog немесе a dog. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Бұл туралы видео салған болатынмын. Қарамасаңыз қарап алыңыз. Яғни артикльдер туралы видео. Мысалы, бір it, one dog. Екі it немесе одан да көп иттер, мысалы, үш it деп алайық. Three dogs болады. S жалғауын жалғадық. Келесі мысықтар, мысалы, 4 мысық. 4 cats. Сол сияқты тағы да алайық, мысалы, аюлар, 5 аю, 5 bears. Енді бұл барлығында s жалғауы жалғай бермейміз. Бұл ережеге бағынбайтын, оны біз бұрыс зат есімдер деп атаймыз. Яғни irregular nouns деген зат есімдер бар. Бұлар қалай деп ойлайсыздар ғой? Мысал келтірейін. Мысалы, бала. Бір бала, a child деп айтамыз, one child. Ал балалар деген сөзді ағылшында children деп айтамыз. Яғни бұл ешқандай ережеге бағынбайды, дәл осы қалпында жаттап алуымыз керек. One child, two children. Енді осы сияқты сөздер кездеседі. Мысалы, a woman. Бір әйел адам болса, women әйел адамдар. A man, two men. Яғни бұл ережеге бағынбайды, ешқандай бұны жаттап алуымыз керек. Және де мынандай жағдайлар бар. Тіптен өзгермейтін жағдайлар да бар. Мысалы, fish болып қала береді. One fish, two fish, three fish. Ол көпше түріде fish, жекеше түріде fish. Сол сияқты, дәл сол сияқты, fish деген не болады бізде? Балық, дұрыс айтасыз. Chip сөзі дәл осылай. Мысалы, one chip, two chip қала береді. Бұндай жағдайлар да бар. Және де тағы бір, мысалы, ox деген сөзді алайық. An ox, two oxen. Бұл да ережеге бағынып тұрған жоқ. Келесі, мысалы, тышқан сөзін біз a mouse деп айтамыз, тышқанды, бір тышқан. Ал бұның көпше түрі қалай болады деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, бұның көпше түрі mice. Егер білмесеңіз, таңғалып отырған шығарсыз. Қызық, бұл тек жаттап алу керек, ешқандай ереже жоқ. Осындайда ережелер бар. Жәнеге мен айтып отыратын осы ережеге бағынбайтын зат есімдердің, бұл сөздердің саны шектеулі ғана. Соларды біліп алсаңыздар болды. Ал басым көпшілігіне осы s жалғанады. Сондықтан уайымдамаңыздар. Жақсы, видео ұнаған болса лайк басыңыз. Егер көпше түрін білгіңіз келетін сөз болса, комментарийға жазып қалдырыңыз. Міндетті түрде комментарийларыңызға жауап жазатын боламын. Goodbye.